Жақындарым, сендерде де осындай жағдай болған шығар. Бір адаммен танысасың, сөйлесіп отырсың, бәрі керемет, вайб бар, қызық әңгіме, күлесіңдер. Сосын бір сәтте ол бір сөз айтады да, бәрі бітті. Ішімнен бірден, осы не айтып кетті өзі, деп қаласың. Қызығушылығың сөніп қалады. Неге олай болады, білесің бе? Себебі кейбір сөздер адамның бүкіл харизмасын бір-ақ сәтте жоқ қылады. Мысалы, ең қарапайым нәрсе. Мен істедім, менде бар, маған, мен үшін. Біреу сөйлесіп отырса, ал сен тек өзің туралы айтып отырсан, ол адам іштей шаршайды. Өйткені әр адам өзіне қызық. Мысал, сен, мен кеше мынаны істедім, мен оған бардым, мен осындаймын. Ол адам, жақсы, бірақ маған не пайда, деп ойлайды. Сол үшін кішкене айланы қолданамыз. Мен орнына біз, ойлаймын, маған маңызды, деп жұмсартып сөйле. Сонда сен өзіңді айтасың, бірақ қарсы адамға ауыр тимейді. Бұл кішкентай нәрсе сияқты, бірақ дәл осы нәрсе сенің тартымдылығыңды шешеді. Енді ең қауіпті әдеттердің бірі өзіңді кішірейтіп сөйлеу. Кешіріңіз, болса болады ма? Мені мазалап жатырмын. Жақындарым, шын айтам, сен ешкімге кедергі жасап тұрған жоқсың, әсіресе қарапайым жерде. Мысал, маған кофе бересіз бе, өтінемін? Бұл әлсіз естіледі. Ал капучино беріңізші, рахмет. Сенімді, әдемі. Тағы бір күшті лайфхак. Кешіксен, кешіріңіз, кешігіп қалдым деп емес, күткені үшін рахмет. Сездің бе айырмашылықты? Біріншісінде сен өзіңді төмен қоясың. Екіншісінде өзіңді де, адамды да құрметтейсің. Міне осы жерден харизма басталады. Айтпақшы, егер сен осындай қарапайым, бірақ өмірді өзгертетін нәрселерді үйренгің келсе, каналға тіркел. Себебі мұндай нәрсені ешкім ашық айтпайды. Тағы бір жынды қылатын сөз бар. Мен сені естідім. Сырттай бір сияқты, бірақ шын мәнінде ол суық естіледі. Оның орнына рахмет бөліскенің үшін. Маған бұл маңызды, сені түсінген сияқтымын. Міне бұлар жүрекке жететін сөздер. Тағы бір қауіпті сөз. Жай ғана. Мен жай ғана істей алмадым. Жай ғана солай болды. Бұл не деген сөз? Бұл жауапкершіліктен қашу. Өзіңді ұстап ал осы жерде. Неге өзіңді кішірейтіп жатырсың? Кімнің алдында? Сен бала емессің ғой. Сөз сенің статусың. Енді өте маңызды нәрсе. Мен қалаймын деген сөз. Қарапайым сияқты, бірақ бұл тұзақ. Мысал, мен бай болғым келеді. Мен бизнес ашқым келеді. Сен оны неше жылдан бері айтып жүрсің? Қалаймын бұл жай арман. Ал мен істеймін, мен бастадым, мен дайынмын, бұл әрекет. Сөзді өзгертсең, миым өзгереді. Миым өзгерсе, өмірім өзгереді. Тағы бір нәрсе. Ешқашан адамның жетістігін саған просто повезло деп төмендетпе. Бұл не береді? Сен қызғанышыңды көрсетесің, адам саған сенуді тоқтатады. Оның орнына күшті жасадың, еңбегің көрініп тұр. Міне осылай адамдар сені сыйлай бастайды. Жақындарым, енді ең ауыр нәрсе. Үнемі шағымданатын адамдар. Саған оңай ғой, бізде бәрі қиын, сенің жолың болды. Осындай адамдарды байқадың ба? Олар тек өздерін емес, сені де төмен тартады. Бір күні сен де, менде де бәрі жай ғана деп кетесің. Сол үшін шын айтам, ондай ортадан қаш. Я қиын, я қорқынышты, бірақ сен өсем десен, басқа жол жоқ. Сосын ең бастысы, харизма көп сөйлеу емес. Харизма тыңдай білу, қарап, сезіп жауап беру. Адамдар сенің қанша сөйлегеніңді емес, қасында қандай сезім қалдырғаныңды есінде сақтайды. Егер сен шынымен өзгердің келсе, егер адамдар саған тартылсын десең, егер сен сөйлегенде тыңдайтын адам болғың келсе, онда дәл қазір каналға тіркел. Өйткені сен бұл нәрселерді түсініп алсаң, сенің өмірің бұрынғыдай болмайды.